Сәлеметсіздер ме оқушылар? Алтын сөздерге байланысты сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: сөздерден сөйлем құрау. Орыс тіліндегі сөздерді қазақ тіліне аударып, 10 сөйлем құраймыз. Екінші тапсырма: сөздерді сәйкестендіру. Қазақ тіліндегі сөздерді орыс тіліндегі сөздермен сәйкестендіріп, тест түрінде орындаймыз. Үшінші тапсырма: сөйлемге сұрақтар қою және сөйлемді орыс тіліне аудару. Бірінші сөз: жүгіру. Балалар стадионда жүгірді. Екінші: жүзу. Мен кеше көлде жүздім. Үшінші: жүру. Көшеде адамдар жүр. Төртінші: секіру. Балалар алаңда секірді. Бесінші: түсіну. Оқушылар бүгінгі сабақты түсінді. Алтыншы: тыңдау. Әкем теледидардан жаңалық тыңдады. Жетінші: үйрену. Мен мұғалімнен ән айтуды үйрендім. Сегізінші: іздеу. Мен анама дүкеннен сыйлық іздедім. Тоғызыншы: жинау. Ол үйдің бөлмесін жинады. Оныншы: өткізу. Мұғалім ата-аналар жиналысын өткізді. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.